Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге капустадан манты жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қамыр илеп аламыз. Салқын суға тұзды салып, әбден араластырып, ұнымыздың үстіне 2 жұмыртқаны салып, суымызды құйып қамыр илеп аламыз. Мантының қамырының езілмеуі осы қамырдың илеуіне байланысты. Және оны қайта-қайта 10 минутқа илеп, бастырып, 1-20 минутқа бастырып қою қажет. Иі қанған қамыр өте жұмсақ болып, жыртылмайды, езілмейді. Осылайша қамырды илеп, қалташаға салып 1-20 минутқа қоямыз. Енді капустамызды жұқалап турап аламыз. Туралған капустаны қолдың көмегімен езіп, жұмсартып аламыз. Жуаны тураймыз. Неке сиырдың етінен фарш, оның үстіне дәмді болу үшін қойдың құйрығының майын немесе іш майды қоссаңыздар болады. Мен іш майды, татылған іш майды қостым. Осылайша капуста мен жуаның үстіне фаршымызды салып араластырамыз. Қосылған май өте дәмді етіп шығарады. Үстіне бұрышымызды, тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Иі қанған қамырды өте қатты жұқа да емес, өте қалың да емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Жайылған қамырды өзімізге қажетті формада кесіп шығамыз.
Осынша кесілген қамырды бірінің үстіне бірін жайғастырып, кесіп аламыз. Енді қамырымызға фаршты салып, қамырымызды түйе бастаймыз. Осылайша барлық қамырды түйіп, дайындап аламыз. Мінекей барлық түйілген мантымызды кесеге сұйық майды құйып орналастыра бастаймыз. Газымызда алдын ала қазанда қайнап тұрған ыстық суымыз болу қажет. Қайнап, сақырлап қайнап тұрған суға мантымызды қоямыз. 40-45 минутта пісіп шығады. Мантымыз пісемге дейін подливкасын жасаймыз. Бір сәбізбен жуғаны сары майға қосып қуырып дайындаймын. Мінекей сәбізді теркадан өткізіп жатырмын. Теркадан сәбізімізді өткізіп дайындап алдық. Енді жуамыз, турап аламыз. Ұзынша етіп жұқалап. Туралған жуамыз дайын. Енді тапамызға сары майды салып ертіп аламыз. Өте сары майды қатты жалындатып күйдіріп жіберуге болмайды. Сары майымыз орташа еріген бойда мен үстіне сәбізді салдым. Қалған майымыз сәбізбен бірге ери бастайды. Осылайша сәбізімізді қуырып, үстіне жуамыз саламыз. Жуаның үстіне кішкене тұз сепсеңіздер болады. Осылайша 5 минуттай бұқтырып, газдың астын баяу отта пісіріп шығамыз. Дайын болған мантымыздың үстіне осы подливканы құйсаңыздар, өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мантыны капустамен де жасауға болады. Өте дәмді болады. Мен үнемі осылай жасаймын. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Мінекей осылайша мантымызды жасап болдық. Өте дәмді, қамыры жыртылмаған, езілмеген, өте дәмді болып шықты.